нағашымның ауылдан алып келген асқабағы естеріңізде ме? Қараңыздаршы, қандай дәу. Бұдан не жасаймын деп әбден миым қатты ғой. Жартысына манты, жартысына самса жасадым. Сенесіздер ме? Асқабақтан осындай пирог жасадым. Өмірімде бірінші рет. Дәмі деген қыздар енді тіл үйрет. Асқабақтан жасалған деп айтпасам, ешкім білмейтін шығар. Сіздер де бірге жасап көріңіздер. Ең алғаш керегі жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып, ұн мен қопсытқышымызды салып, жұмсақ болатын, яғни қамырымызды илеп аламыз. Бұл қамырды кез келген пирогтың основасы ретінде қолдансаңыздар болады. Менің формамның диаметрі 26 см. Жақсылап формамызға жайғастырып аламыз. Қабағымызды жақсылап турап алып, осылай суда пісіріп аламыз. Және достар, менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Судың барлығын сырғытып алып, үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. Қант және 20% қаймақ салсаңыздар болады. Барлығын біркелкі масса жасап, блендермен осылай езіп алатын боласыздар. Дайын формамыздың үстіне құямыз да 180 градуста 35 минут пісіріп алатын боламыз. Ал пирогымыз піскенше барлық осындай қалған посудаларды жуып тастайын дедім ғой. Барлық оңай әрі дәмді дейміз, бірақ артынан қараңыздар, қаншама ыдыс, сосын режим турбаны қосып аласында, бала-шаға ұйықтап жатқан кезде осылардың барлығын жуып тазалап алдым. Өзіміз отырып жақсылап тұрып чай ішейік. Чайға келіңіздер.